Баршаңызға сәлем. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Бүгін біз интернеттегі алаяқтығы туралы айтамыз. Ұнаса, менің YouTube каналыма жазылыңыз, лайк қойыңыз. Интернеттегі алаяқтықты анықтау деңгейі өте төмен. Мысалы, 2018 жылы 4000 жағдай тіркелген, 3500-ге жуығы анықталмаған. 19 жылы олардың саны 2 есеге өсті. Бұл ретте 7000-нан 6000 астамы анықталмай қалды. Бұл қылмыстардың саны үнемі артып келеді. 21 жылдың алғашқы 3 айында 7000-нан астам тіркелген. Алаяқтықтың ең көп тараған түрі веб-сайттардағы және әлеуметтік желілердегі жарнамалар. Сондай ақ фишингтік әлеуметтік желілерде немесе банк қызметкерлері ретінде өздерін таныстырып, карта деректері, ЖСН нөмірі және басқа да дербес деректер алынады. Содан кейін зиянкестер картадан барлық ақшаны алады, немесе жәбірленушінің атына онлайн кредит ресімдейді. Осыған байланысты қадағалау қаржы органы жауап берді. Енді электронды цифрлық қолтаңбаны немесе биометриялық деректерді ұсынбастан микро онлайн кредит беруге тыйым салынады. Реттеушінің осы бағыттағы келесі қадамдарын қалаймын. Мысалы, егер транзакция банкке күдікті болып көрінсе, немесе клиент жүгінгеннен кейін банк операцияны дереу тоқтатса, басқа елдерде шот бірнеше күнге бұғатталады. Біздің тәжірибемізде қылмыскер жеткізушінің электрондық поштасын бұрмалап, одан төлем жасау үшін жаңа мәліметтер жіберген жағдай болды. Жәбірленуші бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, нақты жеткізушіден хат туралы растама алмаған соң банкке жүгінгенде банк дереу әрекет етпеген. Банктың баяулығының салдарынан ақша алдымен Америкаға, одан Мексикаға кетіп, жоғалып кетті. Қылмыскерлер басқа мемлекеттің аумағында болу мүмкін. Қылмыс тізбегі күрделі, әртүрлі банктік шоттар, пластикалық карталар, басқа адамдардың абоненттік нөмірлері қолданылады. Қолма-қол ақшаны алу кезінде бөгде тұлғалар банкке жіберіледі. Сондай-ақ, қылмыстың бұл түрі кідіріспен сипатталады. Яғни, жәбірленушілер полицияға сирек жүгінеді. Өйткені көбінесе шығын мөлшері салыстырмалы түрде төмен. Бірақ бір қылмыскердің артында ұқсас қылмыстардың ізі жасырылуы мүмкін. Сондықтан сақ болу керек. Тек тексерілген интернет ресурстарға сену, олардың дұрыстығын кол орталықтарға қоңырау шалу арқылы тексеру қажет. Банк карталарының деректемелерін және CVV кодты бөгде адамдарға беруге болмайды. Мұндай жағдайларда сіз дереу банкке хабарласып, операциялар мен карталарды бұғаттап, полицияға хабарлауыңыз керек. Әзірге осы. Сізбен бірге болған адвокат Таир Насханов. Менің YouTube каналыма жазылыңыз және лайк басыңыз.